бе рубрикасының бүгінгі санында балалардың жақсы көріп жейтұғын алмұрт мейвесі хақында пайдалы мағлұматларға ие боласыз. Алмұрт пайдалы, мазалы мейвелердің бірі. Алмұрт терегін тек арынан орташа ықылымлы аймақларда көп ұшыратасыз. 10-15 метр биіктікке шекем өседі. Шақалары кең, жапырақлары жасыл реңде болады. Гүлдері хауаға жағымлы иіс таратады. Алмұрт мейвелері әртүрлі көрініс һәм реңдерде болады. Айрым түрлері ұзынша, айрымлары домалақ болса, реңі жасыл, сарғыш, ямаса қызғыш реңдерден ібарат. Мейвесі сулы, мазалы болады. Алмұрт құрамында С, К, В витаминдері, сондай-ақ темір, магний, калий сияқты элементтер жүдә көп. Сол себеплі ол организм үшін жүдә пайдалы есептелінеді. Алмұрт инсан денсаулығын сақлауда да айрықша ахметке ие. Ол нерв системасын тыныштандырады, жүрек жұмысын бекемдейді. Сондай-ақ алмұрт суы шөлді басады, денені тазалайды, һәм иммунитетті бекемдейді. Алмұрттан әртүрлі өнімдер дайырланады. Алмұрт терегі әр жылы бәһәрде гүлдейді. Жаз ортасынан бастап мейве бере бастайды. Достар, білесіз бе рубрикасының бүгінгі санында алмұрт мейвесі хақында біліп алдыңыз.